Ассалаумағалейкум. Бүгін ауылда гаражда BMW толықтай бояуға кеп тұр. Байқап тұрғандарыңыздай жүргізуші жағы сәл көтеріліп тұр. Соққы алғаннан лонжеронның ұш жағы 5 см көтеріліп кеткен. Сол күйі орнына келтіре алмай қойған. Жалпы лонжеронды ауыстыру керек, толықтай бояу керек. Алдыңғы артқы бамперлер М стеклопластик бамперге ауысады. Екі крыло ауысады алдыңғы. Мына жақта енді капотында шпаклевкілер бар, бірақ өзін жасаймыз. Краскасының жағдайы міне мынандай трещина алып кеткен. Төбесінің краскасы міне матовый болып жатыр. Бірақ майысқан жері жоқ. Төбесін күн жеген, мына жағын күн жеп қойған. Жан жақтарында бірақ кішкене жылтыр бар. Артына стеклопластик бампер сап қойған, бірақ мына жерін итеріп, желмен итеріп, осы жерін сыртқа шығарып жіберген. Негізі мына бампер сәл кішкентайлау істелген мына жағынан. Осыны кішкене ары қарай өсіру керек. Толықтай ішіне кіріп тұратындай болмаса, міне асты көрініп тұр кәдімгідей ашылып. Осыны ары қарай өсіру керек, жоғары қарай кішкене көтеру керек. Мына жақтарында міне дұрыс емес жасалған, негізі мына бампер. Мына жерлері қисық болып тұр. Бірақ мына жағы тиіп тұр міне. Мына жерлерде міне дұрыс емес жасалған. Осының бәрін алдыңғы бамперді, артқы бамперді толықтай қайта жасау керек. Глушителін сосын кіргізу керек, көбірек шығып тұр глушитель. Сосын мына жағында кішкене соғылған жері бар. Мынаны жасау керек. Сосын мына есік бізде ауысады. Мына есікте көбірек шпаклевка бар екен. Осыны ауыстырамыз. Мыналардың бәрін ауыстырамыз. Мына жақта айтпақшы, мыналарды реттеу керек. Былқылдап жатыр. Астында пароктада майысқан жерлері бар. Мына арт жағы. Алдыңғы жағында да сондай кішкене майысқан жерлер бар. Капоттың зазоры мына жағы тіреліп тұр. Ал мына жағы ашылып жатыр. Мына жағы тіреліп тұр. Сосын бізде капотты ашқан кезде мына жерде мына решетканы үстінен басады екен, мына жерден кәдімгідей. Осылардың бәрін реттеу керек. Мына капот толықтай ашып тұрған кезде жаңағы айтқан мына жер үстіне басып тұр. Осылай басып тұр. Негізі бұл былай көтеріліп тұру керек. Осылай. Артқы соғылған крылоның мына бұрыш тиіп тұр. Осы жерін көбірек шығару керек. Мына жағы нормальный. Мына жағы мына тіреліп тұр. Алдын толықтай шешіп тастадық. Дөңгелектермен бірге көліктің төбесін, төсін уровеньге келтіріп, ағашқа отырғызып қойдық. Лазерный уровеньді телевизордың соғылмаған жағына шамалап түзеп қойдық. Міне телевизордың астыңғы жағынан 1 мм-дей жоғарылау тұр. Міне көрініп тұрған шығар деп ойлаймын. Сол кезде бізде мына жағына түсіп тұрған жоқ. Мына жағы бізде биік жатыр. Метрді қойған кезде мына жерге мына. Қазір жарықты өшірейік. Міне метрді қойған кезде телевизордың асты жағынан бізде 2 см-ден көбірек. Лонжеронда да сондай. Мына жағын келтіріп қойдық. Сол кезде бізде мына жағы мына 2 см-дей көтеріліп тұр. Мына лонжеронға іліп тұрғанның барлығын шешіп қойдық. Көрінісі мынандай міне. Мына жерден свакіленген. Төмен қарай, былай қарай свакіленген. Жалпы мынаның өзі де жақсы жабысып тұрған жоқ, былқылдап тұр міне. Камераға көріне ме, көрінбей ме? Мына жерлер майысып кеткен. Мына жер майысқан. Мына жағы мотор жаққа қарай да көбірек кіріп кеткен, міне көрініп тұр. Мына жер майысқан, міне іш жақтарда. Мына жер майысқан. Амортизатор тұратын жер бізде 2,5 см, артқа 1 см мотор жаққа құлап тұр. Лонжеронды түбіне шешіп алып ауыстырамыз ба деп ойлаған болатынбыз, бірақ олай болмайын деп тұр. Лонжеронды қалдырып, астыңғы жағын, үстіңгі жағын мына жерден бөліп алып, тек амортизатор тұратын жерді ғана ауыстырайын деп тұрмыз. Міне алып келген лонжерон ақырындап бөліп бастадық міне. Мына жақтарын уже бөліп қойдық. Неге лонжеронмен бірге салып жібермедік? Өйткені мына жерде майысқан жерлері бар. Алдынан соққы болмаған, ал жағы нормальный. Асты жағынан мына жерден соққы болған. Соған мына жерлері майысып кеткен. Сосын балка тұратын болттың орындары татпасқан, сол себепті ауыстырмай-ақ қояйық, тек үсті жағын ғана ауыстырайық дедік. Мына жерде де майысқан жерлері бар. Бұл енді қатты маңызды емес. Бірде қайғы блок тұратын жерлер. Мына жерлер міне енді қатты мән бермей қарамай алған. Мына жерде майысқан жерлер, мына жерде кішкене соғылған, мына бұрышы міне. Мына жақтары шірік. Астынан қарағанда мына жерде шіріктер. Мына жерлерінде амортизатор тұратын жерінде мына жақта, мына жер жаңа майысқан жері. Енді басқа лонжеронды әкелетіндей жағдайда болып тұрған жоқ қазір. Осы лонжеронда енді бізге жұмыс көбейсе де осыны жасап орнату керек. Мына жоғары жағындағы шіріктерді орнына ілгесін жамау қиындау болып қалатын болды. Сол себепті жерде тұрған жерінде әдемілеп свакілеп тас етіп алдық. Енді мына жағында кішкентай шіріктер бар. Мына жағында шіріктерді бұларды енді орнына ілгесін барып жамаймыз. Міне былай жіліктеп бөліп алдық. Мына жерде свакіленген жердің барлығын әдемілеп тас етіп қойдық.
мына жақта тат басқан жерлері бар. Бұйырса осының бәрін жақсылап әдемілеп тазалап, үстіңгі жағын ілдіріп бастаймыз. Мына жағын ілдіріп, сварклеп, аст жақтарына бір қатар гравитекс шашып, дөңгелекке қойып қойдық. Енді үст жақтардың крылоларын жинап бастаймыз. Капотта бізде біраз нәрсе көріп тастаған, бірақ осыны қайта жөндеуге тура келіп тұр. Мына жерлерінде міне ашылған жерлері сваркленген, томпайып тұр. Осылардың бәрін алып тастап, герметиктерін жаңалау керек. Мына жақтарында міне. Мына жақта герметиктерін алып тастау керек. Сосын бізде капоттың мына жағынан көтерген кезде былқылдап тұр капот. Мына жерлері сынып кеткен міне. Камераға қалай көрініп тұрған білмеймін, мына жер кәдімгідей былқылдап ойнап тұрады. Ана жақтарда майысқан сынған жерлері бар. Жарылып тұрған шпаклевкаларын темірге дейін түсірдік. Мына майысқан жерлерін споттермен шығарып алуымыз керек. Жерде ойылған жерлері бар. Мына жақта да шпаклевкаларын түсіріп майысқан жер бар. Үш жерлерін түзеп алып, сосын шпаклевкасын жағып бастаймыз. Ал мына жақта грунтовка шашпай бірден краска шашамыз. Бұл жерде біз 400 сухоймен шукледік. Үстінен бұйырса 500-мен шуклеп краска шаша беруге болады. Мына жақта мына есікті ауыстырып қойдық. Бұл есікте мына жерінде шпаклевка жағылған жер бар екен. Жарылғанын түсіріп тастадық. Мынандай ойық бар екен, осыны түзеп шпаклевкасын жағу керек. Іш жақтарын шашып қойдық. Патлогын алып тастадық. Бұйырса барлығы біткеннен кейін бір қатар обещуге жабыстыру керек. Артқы бампердің ортасы ісініп тұрғаны желмен итеріп майыстар жүрген шығар деп ойлағанбыз. Сөйтіп бамперді мына жағына 2 шуруппен ілген екен. Шуруптарын шешсек, мына жағы мынанша ашық тұр, міне 3-4 сантиметрдей. Мына жағы бізде одан да көп ашық тұр. Демек, мына бампердің мына жері сәл дұрыс емес құйылған. Мына бамперді шуруппен ілдіру үшін екі жағын бүйтіп қысқан кезде ортасын итеріп жіберген. Мына алдыңғы бамперде де сондай. Өзінде тұрған бампер міне екеуінің шетін теңестіріп қойдық. Сол кезде мына жағы бізде міне 3-4 сантиметрдей үлкен болып тұр мынау. Демек, мына жерлері дұрыс емес құйылған. Бұл ашылып кеткен, бері қарай мына жерлерінен кесіп біз бұйырса ішке қарай кіргізуіміз керек. Мына жақтарда дұрыс емес жасалған, міне қалай болса солай шығып жатыр. Мына жақтары міне әйтеуір тұр. Мына жерлерінде әшейін ілдіріп қойған. Осының бәрін дұрыстап әдемілеу керек. Капоттың шпаклевкасын жағып, грунтовкасын шашып қойдық. Морданы бір қатар жинап алдық. Енді барлығын шешіп тастаймыз. Іш жақтарын бояп алу керек. Мына жақта бампердің екі бұрышын кестік. Бұрыш етіп, мына түп жағын 1 сантиметр етіп алып, осы жерден бұрыш етіп кесіп тастадық. Сол кезде бізде мына жағы нормальный келді. Енді осы тұрысында бізде смаламен жақсылап осыны қатырып алуымыз керек. Сосын жерге алып, жақсылап әдемілейміз. Тоқтай грунтовка шаштық. Грунтовканы шкуклеп, шаңнан тазартып, скотчтап қойдық. Бұйырса обезжирка жасап, красканы бастаймыз. Бұйырса краскасын шашып біттік. Краска 3 слой болды. Бірінші слой бізде құрғақтай шаңдатып шаштық. Екінші слой жартылай құрғақтай, үшінші слойды жылтыратып шаштық. Өйткені краска бізде нитра болғаннан кейін бірінші слойда ағып кетуі мүмкін деп құрғақтай шаштық. Нитра темір салқындау болса, разбавитель қосылса, ағып кетуі мүмкін, немесе кратер пайда болуы мүмкін жылтыратып шашқан кезде. Сол себепті бірінші слойды жылтыратпай шаңдатып шашу керек. Красканың түсі ең басында бізде нардогрей шашатын болып келіскен болатынбыз. Бірақ нардогрей кішкене ақшылдау болатын болды. Сол себепті кішкене қараға жақындау болсын деп осы түсті таңдадық. Бұйырса салфеткамен бір өтіп шығып, лакты бастаймыз. Шашқан краскамыз Қытайдың нитрасы. Оригинал разбавительмен осы разбавительді қостық. 1 литрге 900 мл разбавитель қосылды. Бетіне шашатын лагымыз енді бізде Quicklime. Осылай келіскен болатынбыз. 600 мл лак дайындап қойдық, міне 400 мл лак, 200 мл ответитель. Ештеңе араластырмай разбавительсіз өзін шашамыз.